أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Жалпы бір нәрсені дәл өзін харам деп айту үшін Құранда дәл сол нәрсе айтылу керек. Құранда темекі деген термин жоқ біріншіден. Сол үшін сондай келмегендіктен макрух деп жатыр. Бірақ макрух деген сауап деген сөз емес ол. Кішкентай ғана сауап деген сөз емес ол, да? Андай ғана деді. Сол ондай емес. Макрух деген күнә деген сөз ол. Макрух өз күнә деп тұр, иә? Себебі темекі деген термин келмегендіктен Құранда. Енді ғұламалар оны харамға шығарады, көп жерінен харамға шығарады. Адам денеге зиян жеткізетін нәрсенің бәрі харам. Енді темекі шеккен денсаулыққа пайдалы ма, зиян ба? Сыртында жазылып емес, суретінде қойып қойған ғой, ракпен ауырып жатқан адамдар. Демек, денсаулыққа зиян жеткізу харам исламда. Бір. Екіншіден, ақшаны харам жолға жұмсау, ол да харам болады. Оны ғұламалар былай түсіндіреді. Ақшаны сен орап, ауаға от қып жағып жатсың дейді. Мысалы, бір қорап темекі қанша тұрады? Біледі, нарықтарында біледі. Мен білмеймін точно. 200 теңге, 300 теңге деп жатыр. Сол бір қорап темекіні бір күнде біреу шеге ме, нешеу кетеді? Жарайды, сол бір қорап темекіні бір күнге көбейтіңіз. Бір жетіде қанша қорап шегесін? Бір айға, бір жылға, өміріңе шаққанда сіздің тапқан табысыңыздың осынша бір мөлшері жай темекі кеткен. Алланың берген нығметін ертең сен жаман жолға жұмсаған үшін сұраласың. Алла Тағала Құран кәрімде күлу уашрабу уа ла тусрифу деген аят бар. Ішіңдер, жеңдер, исраф қылмаңдар деп жатыр. Ал темекі барып тұрған исраф. Кейбір сондай темекі беріліп кеткен кісілердің айтуынша, тіпті үйде нан болмаса да, бірақ темекі аламын дейді. Үйде нан болмаса, балаларым жейтін нан болмаса да, бірақ кешіріңіз, мен темекі сатып аламын дейді. Ол тәуелділік оған. Сол нәпсісіне тәуелді болып қалған бейшаралар олар. Демек, ақшаны сондай жерге исраф қылу шариғатта харам болады. Үшіншіден, айнала қоршаған ортаны зияндап жатсыз. Мамандардың айтуынша, темекі шеккен адам өте уланады екен, никотин алады екен. Бірақ оның жанында тұрған адам еселеп никотин алады дейді. Неге? Себебі ауызға кірген кезде, мысалы оттегі жұтамызды көмір қышқыл шығады ғой аузымыздан. Ал никотин еселеп шығады екен ауыздан. Сол темекі шегіп тұрған кісілердің аузынан өте уланған сондай не шығады дейді. Оның жанындағы адамдарды улап жатсың сен. Сен өзің ғана емес, сен жанында әйелің жүр, балаларың жүр, тіпті подъезде шегіп тұрсың, кейде подъездің ішінде шегіп кететіндер бар. Үйден шықсаң подъезге, ақырындап далаға қашып шығасың. Ауа жоқ подъездің ішінде. Сол жігіттер ақыретте жауап береді. Қаншама адамдарды осындай зиян жеткізген үшін. Пайғамбар айтады, мұсылман адам кім десеңіздер, сөзімен, іс-әрекетімен екінші мұсылманға зиян бермеген адамды мұсылман деп айтамыз дейді. Түсінікті ғой? Демек, міне осындай жақтарынан бауырлар харамға шығарады ғұламалар. Және сонымен қоса уақыт мәселесі. Бір штук темекіні шеккенге қанша уақыт кетеді? 5 минут дейді. 5 минут дейді, 3 минут дейді. Тағы неше минут шегіп жүргендер бар? Айта беріңдер. 1 минут шегіп жүргендер бар ма? Айта бер. Соны бір күнге көбейт, бір күнде сен неше минутың кетті соған? Қанша уақытың кетті? Оны бір жетіге, бір айға, бір жылға өміріңе шыққан кезде Алланың өлшеп берген ғұмырының бірнеше сәттері сен жай темекіге жібергенсің. Сол уақыттарға сен бір аят жаттағанда саған қайыр болатын еді сол. Сол уақытыңды бір пайдалы нәрсеге жұмсағанда саған қайыр болатын еді. Сен оны қайда жұмсадың? Темекі шегіп тұрдың. Кейбір адамдар намаз оқуға уақыт жоқ дейді, бірақ темекі шегуге уақыт табады. Кәдімгідей насыбайды сол. Бауырлар, сол насыбайдың шығатын ауыл біздің ауылымыз сол. Менің ауылымда, Абай ауылы. Өкінішке орай, сол насыбай шығаратын кейбір кісілердің үйінен өтіп бар, біз арға өзіміз көшемізде өтіп кетеміз де, сөр өткен кезде мен бұлай өтемін. Демалу мүмкін емес. Бірақ олар өздері кәдімгідей әйел бала шағаларымен кәдімгі бір аулада тұрып жатқан кісілер. Енді сол насыбай шығарып жатқан сөрде кісілерді танымын, жігіттер айтатын. Мынау не бір тауықтың тезегі, не бір сондай не бір нәрселерді қосады екен адамға қайып береді дейді, ол же. Соны аяғымен боти киіп алып, анан бәрін езіп басып жүреміз дейді.
Сонымен оларда пенде ғой енді. Әжетханаға шығатын уақыт келген кезде боти шешіп киюге уақыт жоқ бізде дейді. Сол ботимен әжетханаға кіріп шығамыз дейді. Қайттан ботимізбен насыбайымызды басып, спокойно не соны істейді солар. Соны адамдар аузына салып не болады, кайф болып жүргендер бар. Алла сақтасын. Ал сол насыбай айтып жатқан адамдар, насыбайды шеккен адамдар темекі шеккенінде еселеп өзіне зиян алып жатыр дейді. Неге? Мына жердегі нервтің бәрі өліп қалады. Насыбай шегетін адамдардың айтуынша олардың менің аузым дәм білмейді дейді. Алма жеватын ба, тас жеватын ба, маған без разница дейді. Тамағымнан өтсе болды дейді. Қарным көсе болды дейді. Ойлаңызшы, Алланың берген нығметтерін иіскеп, дәмін жеп жетуден, одан рахат нәрсе жоқ қой негізінде. Алманың дәмі қандай? Жүзімнің дәмі қандай? Ал насыбай шегетіндерге без разница екен. Тас жеп жатырмын ба, мұз жеп жатырмын ба, алма жеп жатырмын ба, әйтеуір жейін бір нәрсе дейді. Мына жердегі ненің бәрі өліп қалған. Улы нәрсемен өлтіріп тастады. Ертең сол жігіттер Алла тәубаларына келуіне шақырамыз, бауырлар, тәуба қылсын. Насыбай шегіп жүрген жігіттер тастаңыздар. Тәубаңа келмейтін болсаң, Алланың арызын жауап бересің. Себебі Алла субханала тағала бізді жоқтан бар қылып жаратты. Толық комплектация дейміз ғой. Мысалы, машина көлік тағған кезде толық комплектациясылар қымбат болады, кез келген машинаның. Адамдар мүмкіншілігіне қарай, арзанына қарап алуға бастайды. Біздің толық комплектациямыз бар. Біреудің мысалға аузында дәм сезетін адамдар бар, сезбейтін адамдар бар, бөлінбейді. Бүткіл адамзатты Алла субханала тағала толық қылып жараттым деген. Каррама бани адам. Алла айтады, біз адам баласын толық бейнесінде құрметті жаратқанбыз деген. Сол Алланың жаратқан аманатын сен сақтаудың орнына сен оған қиянат жасадың. Міне осындай жақтарынан көптеген ғұламалар оны харамға шығарады. Түсінікті ғой? Сол үшін жаңа айтқанда макрух екен ғой деп оны күліп айтпаңдар. Ол сауап деген сөз емес, макрух деген күнә деген сөз. Күнә. Ол біздің санамызда, біздің есебіміз бойынша кішкентай ғана күнә деп есеп тұрған шығарсың сен. Ғұламалар айтады, Алланың алдында үлкен күнә болуы мүмкін дейді. Сен үлкен сауап істедім деп ойлап қалма, Алланың алдында ол кішкентай болып қалуы мүмкін дейді. Себебі ол біздің есебіміз олайша. Алланың алдында Алла біледі қандай болады ол. Енді бауырымыздың сұрағы. Сол темекі шеккен адам дәреті бұзылады ма дейді. Дәрет бұзылмайды. Темекімен дәрет бұзылмайды. Денең бұзылады. Денсаулығың бұзылады сонымен.